Демек, пайғамбар заманында Құран жинақталған жоқ, өйткені түсу процесі жалғасып жатты. Сүрелердің реттілігін де қою мүмкін болмады. Кейін Құран кәрім 4 кезеңнен өтті десек болады. Құран кәрімнің жинақталуы, жазылуы, сақталуы, көбейтілуі секілді процестер 4 кезеңнен өтті. Бірінші пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманында жадыларда жатталды және жазылды. Мұсылмандар арасында пікірталас туындайды. Сол кезде Хузайфа ибн Яман радиаллаху анху Осман ибн Аффанға келіп, халифаға келіп, орталыққа келіп, сақталмағандығы айтылады. Кейін ертеректе ол Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург мұражайында сақталып, одан кейін батысқа Англияға алдырылған. Альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, сайидина ва хабибина Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи ажмаин, амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала баракату. Құрметті тыңдармандар, біз өткен сабағымызда Құран кәрімнің түсу тарихына қатысты тоқталдық. Бүгін сол сабағымызды жалғастырамыз. Құран кәрім 4 кезеңнен өтті десек болады. Құран кәрімнің жинақталуы, жазылуы, сақталуы, көбейтілуі секілді процестер 4 кезеңнен өтті. Бірінші пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның заманында жадыларда жатталды және жазылды. Екінші кезең Абу Бәкір радиаллаху анхудың заманында бір мұқабаға емес, бір жерге жинақталды. Құран әрбір сахабалардың қолында әртүрлі нәрселерге жазылып, әрбір сахабаның жадында жүрген Құран бір жерге жинақталды. Бұны Сухуф әббәкірия ау сиддиқия деп айтылады, яғни Абу Бәкір сиддиқтың сухуфтары. Оны кейбір ғалымдар мұсхаф деп те айтқан, бірақ мұсхаф ол сол жинақталған дүниелер тігіліп бір мұқабаға жинақталуы, ол мұсхаф. Бірақ Абу Бәкір радиаллаху анху заманында ондай кейіпте, яғни тігіліп жинақталмаған. Ол Осман ибн Аффанның заманында, 3-ші халифа Осман радиаллаху анхуның заманында бір мұқабаға тігіліп, Құран жинақталып, көбейтілген болатын. Одан кейінгі кезең, 4-ші кезең, Құран кәрімнің нүктелері менен харекеттерінің қойылуы. Бұл 4-ші кезең өзі 3 кезеңнен тұрады. Яғни Құран кәрімге нүктелер мен харекеттердің қойылуының өзі 3 кезеңнен тұрады. Бірінші Муауи бин Аби Суфьянның кезінде 41-ші жылы халифа болған хижраның, Али бин Аби Талибтан кейін 10 жылдан астам 16 жыл халифа болған Муауияның заманында Абул Асвад ад-Дуалидің қолыменен Құранға фатха, касра, дамма секілді, яғни грамматикалық мағына беретін фатха, касра, дамма секілді харакаттардың орнына нүктелер қойылды. Яғни харакаттар кейін қойылды. Бірақ алғашқы кезде сонау хижраның 1-ші ғасырының бел ортасында Құран оқуда орын алған кейбір олқылықтардың орнын, яғни алдын алу үшін, кемшіліктердің алдын алу үшін Абул Асвад Дуали тарапынан нүктелер қойылды. Көп ұзамай содан кейін Хаджаж бин Юсуфтың кезеңінде, яғни бұл Абдул-Малик бин Марванның халифалығы тұсында араб әріптерінің нүктелері қойылды. Бәнің астына 1 нүкте, тәнің үстіне 2 нүкте, сәнің үстіне 3 нүкте. Қазіргі біздің әдетте араб тілінде көріп жүрген әріптердің нүктелері қойылды. Демек, осы Абдул-Малик бин Марван бұл хижраның 2-ші жартысы, 1-ші ғасырның 2-ші жартысы, бұл кезге дейін араб тілінің, араб әріптерінің нүктелері болмаған. Демек, Құран араб
тілінің дамуына Құран үлкен ықпал еткен. Осы кезде нүктелер қойылды. Одан кейін Халил ибн Ахмад аль-Фарахидидің бастамасымен біздің күнімізде білетін фатха, касра, дамма дейтін сызықшалар, белгілер қойылған. Бұл хижраның 2-ші ғасырының басында. Демек, Құран 4 кезеңнен 4-ші кезеңі 3 кезеңнен өткен. Енді бірінші кезең пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның заманы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам заманында Құран, уахи түсіп жатқан кезең болғаннан кейін, пайғамбардың өмірінің соңына дейін Құран түсіп тұрды. Ең соңғы аят Бақара сүресінің 281 аяты түскеннен кейін пайғамбарымыз 9 күн ғана өмір сүргендігі айтылады. 9 күн. Демек, пайғамбар заманында Құран жинақталған жоқ, өйткені түсу процесі жалғасып жатты. Сүрелердің реттілігін де қою мүмкін болмады. Кейін Құранның сүрелері, өйткені орнын жинақталатын болса, түсіп жатқандықтан орындарын ауыстыру қажет болды. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында Құран жинақталған жоқ. Бірақ сахабалар тарапынан дереу, кейбір ориенталистердің айтуы бойынша, пайғамбарға түскен Құран кейін жазылғандығы айтылады. Жоқ, бірден пайғамбар уахи түскеннен кейін сахабаларына жеткізіп, сол жерде жазғызған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында жазылғандығына көп деректер бар. Пайғамбардың өзі саллаллаху алейхи вассалам: менен Құраннан басқа бір нәрсені жазбаңдар. Егер жазған болсаңыздар, жойыңыздар деген. Өйткені Құранмен шатастырмас үшін белгілі бір кезеңдерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің сөзін, хадистерді де жазудан қайтарған. Және ла ямассуху иллал мутаххарун, оны тек таза болғандар ғана ұстайды. Яғни сол аят сол кезде демек жазылған дүниені айтады. Құран жазылған нәрсені ұстауды. Демек Құран жазылған. Және Омар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху исламды қабылдар алдында қарындасының қолынан Таха сүресі жазылған бір Құран нұсқасын көргендігі жайлы деректер бар. Және де басқа деректерден пайғамбар заманында Құран-ы кәрім жазылғандығын біз нақты білеміз. Өйткені пайғамбар меккелік кезеңде, мединалық кезеңде пайғамбарымыздың 40-қа жуық кәтиптері, яғни хатшы, Құранды жазған сахабалар болған. Сонымен қатар көптеген сахабалар Құранды жатқа білген. Өйткені Құранның бөлек-бөлек түсуінің өзінде сол сахабалардың жаттауына жеңіл болу үшін де Құран ұзақ мерзім бөлек-бөлек түсіп отырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түскен аяттарды бірден сахабаларына жеткізіп, оны сахабалары жаттап отырған және жазып та отырған. Имам Бұхаридің Сахих хадистер жинағында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан Құранды жаттаған 7 сахабаны қамтыған 3 хадис бар. Сол жерде Убай ибн Кааб, Муаз бин Джабал, Зейд бин Сабит, Абу Зейд бин Сакан, Салим бин Маъқал, Абу Дарда, Абдулла бин Масуд секілді сахабаларды қамтыған. Әрине, бұдан басқа сахабалар Құранды жаттамады деп айта алмаймыз. Бұл Бұхариде келген хадисте қамтылған сахабалар, одан бөлек сахабалар пайғамбарымызға аят түскен бойда жаттап отырған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында және одан кейінгі Құранның жазылу, жинақталу кезеңінде үлкен еңбек сіңірген сахаба Зейд бин Сәбит. Өйткені Зейд бин Сәбиттің өзінен жеткен деректе де түскен аяттарды пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан мен жазып алатынмын, жаттап алатынмын, және оны пайғамбар қайтадан мені тексеретін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға мен қайтадан не жазғанымды айтып беретінмін. Содан кейін халыққа біз басқа сахабаларға шығаратын едік дейді. Зейд бин Сәбит өзі жас сахаби болса да өте зерек сахаба болды. Ол аз күнде мына
еврей халқының тілдерін үйренді, бұрынғы ескі еврей тілін, кейінгі еврей тілдерін үйреніп, аудармашы болған сондай өте зерек сахаба, пайғамбар заманында да, Абу Бәкір кезеңінде, Осман радиаллаху анхудың кезеңінде Құранның жазылып жинақталу процестеріне тікелей араласқан сахаба. Енді Құранды Алла тағала өзім сақтаймын деді. Яғни Құран жадыларда жатталды және жазылу арқылы да екі жолмен сақталып отырды. Сахабалар заманында негізгі Құранның жету жолы жаттау және жазу арқылы. Алла тағала Құранда егер олар қателесетін болса, сахабалар жазу кезеңінде Құранды қателесетін болса, әрине уахи түсіп тұрған кезде дереу Алла тағала тарапынан ескерту келіп, оны түзетілетін еді. Өйткені «Уалау тақаувала алейна бa'дал ақауил лаахазна минху билемин» деген аятта Алла тағала егер олар өздерінің сөзін қосып біздің сөзімізге өздерінің ойларын қосатын болса, біз оны дереу оларды ұстап тоқтататын едік деген мағынада аят бар. «Уалау тақаувала алейна бa'дал ақауил лаахазна минху билемин». Демек, бұл аятта егер Құранды жазған кезде олар қателесетін болса, немесе өздерінің сөздерін қосатын болса, біз оны дереу тоқтататын едік дейді Алла тағала. Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында Құран жазылды, жинақталған жоқ. Екінші кезең пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін Абу Бәкір радиаллаху анху 2 жыл халифа болды. 2 жылдық халифалығы кезеңінде білесіздер, Мусайлама Кәззаб секілді жалған пайғамбарлармен Абу Бәкір радиаллаху анху соғысты. Ямама соғысында осы Мусайлама бин Кәззабпен және оның жақтастарымен болған Ямама соғысында көптеген Құранды жаттаған сахабалар шәһид болды. Кейбір деректерде 700-ге жуық өлген десе, 70 сахаба, яғни Құранды жаттаған сахаба шәһид болды. Осы кезде Зейд бин Сәбит, Убай бин Кәб, Ибн Масуд секілді сахабалар да дүниеден кейін соғыстарда дүниеден өтіп кетпей тұрғанда Құранды бір жерге жинақтауды Абу Бәкірге Омар ибн әл-Хаттаб ұсынады. Жалпы Омар, білесіздер ғой, Омар радиаллаху анхуға пайғамбарымыз айтады, егер менен кейін пайғамбар болатын болса, Омар пайғамбар болатын еді дейді кейбір деректерде. Неге? Өйткені Омарға Алла тағала кейбір аяттарды білдірген. Осы жерде де Абу Бәкірдің Құранды жинауына, сол кезеңде Құранның жиналуына Омарға Алла тағала білдірді. Абу Бәкірге келіп, Омар сондай ұсыныс айтты. Тағы да басқа хафиз, Құранды жаттаған сахабалар дүниеден өтіп кетпей тұрғанда біз Құранды жинауымыз керек деді. Алайда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жасамаған дүниені мен қалай жасаймын деп Абу Бәкір Омардың ұсынысын қабылдай алмайды. Алайда Омар бұның маңызды іс екендігін, алдағы соғыстарда да бұл қари Құранды жаттаған сахабалар дүниеден өтіп кетуі мүмкін екендігін айта отырып Абу Бәкірге жеткізеді. Абу Бәкір радиаллаху анхудың көңілі орнығып, Омардың ұсынысын қабылдайды. Бірақ екеуі Зейд бин Сәбитті шақырады. Зейд бин Сәбит өзі айтады, мен келгенде Абу Бәкір мен Омар отыр екен. Осы екеуі маған Құранды жинақтау ұсынысын айтты. Бірақ мен маған Құранды жинақтағаннан тауды қопару жеңіл болатындай көрінді деді. Сол кезде мен де пайғамбар жасамаған істі қалай жасаймын деген кезде Омардың
көңіліндегі, Абу Бәкірдің көңіліне салынған дүниені Алла тағала менің көңіліме салып, олардың ұсынысын қабылдадым дейді Зейд бин Сәбит радиаллаху анху. Сөйтіп, кейбір деректерде Абу Бәкір Омар мен Зейдке мешіттің алдына барып отырып, адамдарға жариялаңыздар, бірақ талап мынадай болады. Жадыларда жатталған және кейбір жекелеген сахабалардың әртүрлі нәрселерге жазған құрандарын бір жерге жинақтай бастайды. Бірақ бұл жинақтау үрдісіне талаптар қойылады. Бірінші, әрбір сахабаның алып келген құраны жатталған болу керек. Сахабалардың жадында жатталған болу керек. Және пайғамбар саллаллаху құзырында жазып алынған болу керек. Және соның пайғамбар құзырында жазылғандығына екінші бір сахаба куәлік ету керек. Демек, осындай қатал талаптармен, шарттармен Құранды алғаш сахабалар жинақтай бастайды. Сөйтіп, Зейд бин Сәбит өзі айтады, мен Тәубе сүресінің кейбір деректері, Ахзаб сүресінің кейбір аяттарын, соңғы аяттарын таппадым. Тек Хузайманың қолынан ғана таптым. Бірақ оған куәлік ететін басқа сахаба болған жоқ. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның Хузайманың куәлігі, жалғыз өзінің куәлігі екі адамға татиды деген хадисін негізге алып, оның қолындағы Құранды біз алып жинақтадық дейді. Демек, Абу Бәкір радиаллаху анхудың кезеңінде екі-ақ жыл халифа болған кезде осындай Құранның жинақталу үрдісі жолға қойылды. Бірақ Абу Бәкірге бұл ұсынысты Омар ибн аль-Хаттаб айтқан еді. Өйткені білесіздер, Омар ибн аль-Хаттабқа оның ойына, оның сөзіне сай бірнеше Құран аяттар түскен еді. Өйткені Омар ибн аль-Хаттабтың өзінің бір сөзі бар. Мен Раббыма 3 жерде сәйкес келдім дейді. Бірінші, хижаб аятында, Бәдір соғысы кезінде тұтқынға түскендерге қатысты және мақамы Ибрахимге қатысты түскен аяттар негізінде Омардың ойын, сөзін қуаттап, немесе соны растап түскен аяттар еді. Өйткені хижаб аяты пайғамбарымызға алғаш хижаб аяттар түспей тұрған кезде Омар ибн аль-Хаттаб пайғамбарымызға келіп, сіздің жұбайларыңызға әртүрлі адамдар сіздің үйіңізге келеді. Оның дұрыс ойлы, жаман ойлы түрлі адамдар болады. Сол үшін әйелдеріңізді жапсаңыз деген Омардың сөзін Алла тағала көп ұзамай сол хижаб аяттарын түсірген еді. Соның артынша. Сол секілді тауап жасап жүрген кезде Қағбаның жанында пайғамбарымызға Омар ибн аль-Хаттаб айтады, мына мақамы Ибрахимді біз бір намаз оқитын жер қылсақ деген кезде тап сондай аят түседі. Мақамы Ибрахимді намаз оқыңыздар, намаз оқитын жер қылыңыздар деген аят. Және Бәдір соғысында мұсылмандардың қолына түскен тұтқындарды қандай жаза беру мәселесінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бәкір мен Али менен Омармен ақылдасады. Бірақ осы тұтқындарды босату әлде оларды жазалау мәселесінде Абу Бәкірдің көзқарасын, ұсынысын алып, Алла тағаладан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ескерту алады, аят түседі. Бірде Омар пайғамбарымызға келсем дейді, Абу Бәкір екеуі жылап отыр екен дейді. Не қандай жағдай болды? Мен де сіздермен бірге жылайын. Жылауға тұратындай нәрсе болса, мен де жылайын деп Омар келіп сұрақ қояды. Сол кезде пайғамбарымыз, біз сенің ұсынысыңды, сенің көзқарасыңды, ойыңды алмай, Алладан ескерту алып отырмыз, сол үшін жылап отырмыз деп айтқан еді. Демек, Омар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху Абу Бәкірге келіп, яғни бұл Алла тағаланың Омарға бір аян беруі, Құранды жинауы. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисінде, егер менен кейін пайғамбар
болатын болса Омар болар еді деген бір хадисі бар. Демек, Абу Бакр радиаллаху анхудың кезеңінде Құран жинақталды, бірақ бір мұқабаға емес, бір жерге жинақталып реттелді. Кейін Абу Бакр радиаллаху анху дүниеден өткеннен кейін Омардың қолына өтті бұл Құран. Кейін Омар радиаллаху анхудан кейін оның қызы Хафсаның қолына өтеді, сақталады. Өйткені әйел адам соғысқа қатыспайды, көбіне үйде өзінің көзінің қарашығындай сақтау мүмкіндігі бар. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жұбайы Хафса анамыздың қолында болады. Кейін хижраның 23 жылы, үшінші халифа Осман ибн Аффан радиаллаху анху халифа болды. Алғашқы кезде ондай көп проблемалар болған жоқ, бірақ кейін сонау Армения мен Азербайжанда соғысып жүрген Ирақ және Шам әскерлері Құран оқуда әртүрлі пікірталастар туындайды. Құранның әртүрлі оқылуы себепті мұсылмандар арасында пікірталас туындайды. Сол кезде Хузайфа ибн Яман радиаллаху анху Осман ибн Аффанға келіп, халифаға келіп, орталыққа келіп, яһудилер мен христиандар секілді, яғни әхіл китап секілді талас тартысқа түспей тұрғанда Құранды бір жерге жинақтауды ұсынады Хузайфа. Өйткені білесіздер, ислам территориясы кең тарады, Құран жеті қаріпте түсті, араб диалектілерінде Құран қамтыған болатын. Мысалы, Ирақ жерінде Абдулла ибн Масудтың қырағатыменен, Шамда Убай ибн Кааптың қырағатымен, басқа жерде тағы басқа сахабаның қырағаттарымен оқылып жатқан еді. Кейін әртүрлі оқылулар мұсылмандардың арасында түсініспеушілік алып келді. Мысалы, «Атиммул хажжа вал умрата лилла» десе, екінші біреулері «Атиммул хажжа вал умрата лил бейт» деген секілді әртүрлі Құранның оқылу жолдары түрлі түсініспеушіліктер алып келді. Сөйтіп, Хузайфаның ұсынысымен Осман ибн Аффан радиаллаху анху комиссия құрады, бір топ құрып Құранды жинақтауға кіріседі. Бірінші кезекте Хафса радиаллаху анхадағы бұрынғы Абу Бакр заманында жиналған Құранды алдыртады, және де басқа жаттаған сахабалардың жадындағы Құрандармен Құранды жинақтап 4 нұсқаға көбейтеді. Осман радиаллаху анху бір қатар сахабалардан құралған топ құрып, Құранды жинақтап көшіру ісін қолға алады. Бірінші кезекте Хафса радиаллаху анханың қолындағы Құранды негізге алады. Пайғамбарымыздың Жәбірейілге соңғы оқыған қарпін негізге алады. Және өзара түсініспеушіліктер туындаған кезде Құрайш диалектісін негізге алады. Және Осман ибн Аффан, Зейд бин Сәбит, Абдулла ибн Зүбейр, Саид бин Ал-Ас, Абдурахман бин Харис бин Хишам секілді сахабалардан құралған топты бекітіп, осы топ Құранды жинақтап көшіруге кіріседі. Олар бірінші кезекте Абу Бакр радиаллаху анхуның кезіндегі жинақталған мұсхаф, яғни Құранды негізге алады. Екінші, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның Жебірейілге оқып берген соңғы қарпін негізге алады. Егер араларында түсініспеушілік, әртүрлі көзқарас, әртүрлі оқылулар туындап жатқан кезде Құрайш диалектісін негізге алады. Және сол кезде Құранның кейбір тәпсірлері, сахабалардың өздерінің кейбір түсіндірмелерін сол жерлерге жазып жүрген екен. Яғни Құранды жазған сахаба сол Құранның қасына кейбір сөздердің түсінігін, тәпсірін жазып қоятын болған. Яғни Осман ибн Аффанның кезінде сол түсініктемелер, жекелеген сахабалардың сол кейбір аяттардың сөздерінің балама сөздерін барлығын алдыртып, тазартып, сөйтіп Құранды көбейтеді. Кейбір деректер бойынша сол
Османның кезінде жинақталған Құран төрт нұсқасы, кейбір деректерде 7 нұсқасы 7 аймаққа таратылады, қалған Құран нұсқалары жойылады. Және Хафсаның қолындағы Құран өзіне қайтарылады. Сөйтіп, Осман ибн Аффанның кезінде Құран нақтыланып, жинақталып, көбейтіліп, осы күнімізге дейінгі Құран сол Мусхаф-ул Осман ибн Аффанның кезінде жинақталған Құран нұсқасы. Енді кейбір дұрысырақ деректер 4 аймаққа 4 нұсқасы ғана жіберіліп, қалған нұсқалар жойылды, кейбіреулер өртелді деп айтылады. Енді Османның заманынан қалған Құран нұсқасы сақталмағандығы айтылады. Кейін ертеректе ол Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург мұражайында сақталып, одан кейін батысқа Англияға қалдырылған, кейін ол Дамаскіге алып келінген, сол жерде өрт шалынып жойылғандығы айтылады. Бірақ нақты Османның сол уақытта өзінің заманында көбейтілген сол түп нұсқа жоқ, кейінгі көшірмелері сақталды. Демек, Осман ибн Аффанның заманында Құран көшіріліп, жинақталып, таратылды. Осымен біздің Құранның тарихына қатысты дәрісіміз аяқталды.